Адамды үш нәрсе бұзады: ақша, атақ, мақтан. Бейсекеңде бұның үшеуі де болды. Шіріген бай емес, бірақ ешкімге алақан жаймайтын еңбек ақысы бар. Атақ дегенге келсек, ол елдегі бар сый-сияпатты 40 жасқа жетпей-ақ алып үлгерген. Орден медалін үйге апарып анасына көрсететінде сандыққа салып қоятын. Одан кейін еш жерге Бейсен Құранбек пәленше орденнің иегері деп жазған емес. Қажет не? Қазақстанның қай түкпіріне барса да қазағы құшақ жайып қарсы алды, еркелетті. Бұл риясыз, шын ықылас еді. Мақтан да мол болды. Біреу жөнімен мақтады, біреуі асыра қошеметтеді. Соның ешбірі Бейсекеңе әсер етпеді. Балаларды алысқа жіберуге болмайды, батыр. Бала әкесінің қасында, анасының қасында өсу керек. Біз кейде ойлаймыз, осы бізге адамдарға осы басқа даланың гүлі көркем секілді болып көрінеді. Басқа таудың ауасы жұпар секілді болып көрінеді. Басқа судың, көлдің суы тұнық секілді көрінеді. Бірақ ең ғажайып өлке, ең сұлу гүлдер, ең жұпар ауа, ол отбасы ошақ қасында, балаларыңның жанында. Ал балалар үшін мына дүниедегі ең ғажайып жер, ең жұмақ жер ата-анасының бауырында. Бейсен Құранбек ешкімнен жылы сөзін аяған емес. Адамға, қоғамға өкпелі талайлардың жан жарасын сөзімен емдеді. Әлеуметтік жағдай, саясаттағы берекесіздік жүнжіткен жұрттың сыпыра сөйлеуге, бос ұрыс керіс, өсекке үйір болып бара жатқанын сезіп, әрекет етудің жолын көрсетті. Ашпын дегенге қасық табақ ұстата салмай, тер төккеннің тіленбейтінін түсіндірді. Қарекет ет, бауырым деп ұран салды. Еңбек еткен адам ізденеді, іздегеннің білімі өседі, білімі өскеннің сапасы артады. Қазақ интеллектуал, сапалы ұлтқа айналады. Абай айтады, ғылым таппай мақтанба дейді. Бұл әрбір жасқа ғана айтылған сөз емес. Бұл елге, жұртқа да айтылған сөз. Бірінші кезекте жас өзінің білімін алып, сол білімді тереңдетіп, бір саланы таңдатып, соны ғылымдай зерттесе керекті. Ал мемлекет ғылымға ерекше көңіл бөліп, сол арқылы әлемнің 30 ғана емес, алғашқы бір 10-дығына енсе ғажап болар еді. Ал ол үшін құр армандап, құр айтып қана отырмау керек, жаппай қарекет ету керек. Ал қарекет түбі берекет. Неге екенін білмеймін, кешірім сұрағым келді. Қарбаласпен жүріп талай жақын адамымның, достардың, туыстардың, таныстардың көңілін қалдырдым. Қуанышына бара алмадым, қайғыда қасында бола алмадым. Қазір ойлап отырсам, соның бәріне өзімді жұмыстан қол босамай жатыр ғой деп ақтап алыппын. Көңіл дейтін өте нәзік, адам деген өте қымбат. Өмір деген өте қысқа дүние екенін ұмыта жаздаппын. Кешіріңіздер.